Құрметті қазақстандықтар, кеше мынандай бір әңгіме, отырыста әңгіме естідім. Сол кезде бір жақын досым біреудің жаназасында болады, белгілі адамның. Бұл жерде мен кімнің жаназасы екенін атын айтпаймын, ертең ұят болады, өлімді тем более жайып салған болмайды ғой, қолайсыз жағдайын. Бірақ халыққа пайдасы тиеді деген мағынада мысал келтіріп, соны айтқым келіп отыр. Бір кезінде белгілі спортсмен болған облыстың уровіндегі жақсы бір адам кейіннен кішкене араққа салынады, әйтөт бүйтөт, одан кейін жанұясымен ажырасады. Сөйтіп өзінің салған үйінде өзі қалады да, қорытындысында балалары, әйелі бәрі басқа жаққа кетіп қалады. Мынау өзі жалғыз қалады да, кейіннен осы жақында ғана жаны соңғы бір жарты жыл, бір жылдай ауыраттағы аурудан қайтыс болады. Қайтыс болған кезде таң қалғаны, әңгіменің төркіні мынаған кеп сайды, сол жерде жиналған не бір Қазақстандағы ығай мен сығайлар, мықты спортсмендер, соның шәкірттері, кезінде тренер болған ғой. Солардың бәрі не бір крутой машиналармен жиналып келіп, соның жаназасында сол кісіні мақтап сөздер айтады. Керемет адам болған деген сықылды, өзі қазақтың әдеті ғой. Бірінен кейін бірі жарыса сөйлеп, сондай сөздерді айтады. Сол кезде сол адамның көршісі болып тұрған қарапайым шопыр, о кісіні жақсы да танымайды, соңғы 1-2 жылда ғана көршілес болған сондай бір азамат алады да өзіне сөз сұрайды тамадына. Мен сөйлесем бола ма, көршісі едім деп. Соны сөзді береді, сол кезде айтады да, мен мына кісінің дейді, осындай атақты адам екенін білмеппін. Сіздердің бәрлеріңіз осы жерде келіп, соншама айтып жатсыздар, керемет адам болды деп айттыңыздар. Егер сондай керемет адам болса, соңғы 2 жылда ауырыңқырап жүрді, оның 1 жылдан 8-9 ай төсек тартып жатып қалды. Сол кезде сіздер қайда болдыңыздар? Мен сіздерді көрген жоқпын ғой. Соңғы 8-9 айдың ішінде күніне 2 рет келіп, аузына су тамызып, тамағын әкеп беріп жүрген мен көршісі ретінде менем сауабын алайын деп. Бірақ бұл адамның осындай атақты адам екенін де білмедім. Сіздер қайда болдыңыздар? Егер сондай адам сіздің мұғаліміңіз болса, жақсы адам болса, мықты керемет адам болса, қазір жарыса сөйлеп тұрсыздар, мен сіздерді көрмедім ғой осы жерден. Деп жаңа айтады. Сонда бір әгі кісінің бір ұлы да келіп, осылай әкеміз жақсы адам дейді. Оған да айтады, сен ұлы болсаң, әкең жақсы адам болса, мен сені осы жерде көрші болған 2 жыл болды, 2 жылдың ішінде 1 рет көрмедім ғой, немесе әкеңнің аузынан бала шағасы бар екен де естімеппін. Сіздер қайда болдыңыздар? Тірі күнде аузына су тамызуға жарамай, ал өлгеннен кейін соншама керемет сөздерді айтып тұрғанда таң қалып тұрмын дейді. Мен өз басым дейді, бақытты адам екенмін, мен мына кісіні жағдайы жоқ бір осындай тозып кеткен адам деп, соған қарамастан сауабын алайын деп, күніне 1 рет тамағын әкеп беріп, 2 рет тамағын әкеп беріп, қайта-қайта қасықпен тамағын беріп соңғы күндері. Өзімнің мойныма соны алып, көмектесіп тек сауабын алам деп жүгіріп жүрсем, оказывается мен үлкен атақты адамды осылай көмектескен екен ғой деп айтып отыр. Сонда келген адамдардың бәрінің аузына құм құйылған ғой. Енді менің осы жерде айтарым, мораль дейді ғой, қарап отырсақ. Бір-бірімізді тірі күнімізде сыйлап, тірі күнімізде құрметтеп, тірі күнімізді араласып, егер араласып жүрген достарымыздың біреуі сырқаттанып, немесе жатып қалса, жиі барып көңілін аулап, тірі күнінде сауапқа қалып, осылай істемесек, бізден адамгершілік деген қазіргі жағдайда бүкіл қазақтың бойынан жоғалып бара жатқан бір қасиетке айланды. Тірі адам тіршілігін істейді деген мағынамен, бірақ
арасында барып бөлуге болады ғой уақытты сондай адамдарға. Керісінше той томалаққа келеді дағы, бәрі келеді де, жаңа крутой боп, өздерінше боп, көзге көрініп қалу бір үрдіске айланып бара жатыр. Өтірік жасанды қылықтардан құтылайық, жасанды мінездерден құтылайық. Әр адамның қандай мінезі болса да, ол өзінің сол табиғи мінезіменен әр адамға сыйымды болады. Сіздер қалай ойлайсыздар менің ойымды? Сіздердің өз ойларыңыз туралы комментарий айта кетсеңіздер екен.